Ассалаумағалейкум қазақ елі. Ардақты ағайын, бүгін біз бір топ Қарағанды белсенділері жиналып, сол бірлетінде осы алдымызда 24 күні өтетін жылжымалы көшпенді үшінші жиынын өткізу керек болатын тұғын. Сол жиынымызды үзіліп кетті. Сол жиынымызды мынау құзырлы органдар қудалау салып артымыздан келетін әр өңірден қоғам белсенділерін барлығын қудалап сол жиынымызды өткізбеді. Сондықтан сол жиынға түсініктеме береміз деп жиналып отыр Қарағанды белсенділері. Бұл жерде өзі Қарағандыдағы белсенділер есімін өзіме таныстырып отырыңдар. Серікбай Қошанов. Мен Малик Бегалиев. Қызылорда Баймағамбет Мұратбайұлы. Светлана Шайменқызы. Евгений Молчанов. Мен сол ана топ жетекшісі Жансейітов Бақытжан болады есім ұйымдастыру тобының. Сол туралы түсініктеме береміз деген. Біріншіден бізде бұл Қарағандыда жаңағы ұйымдастырып жатқан кезде алдын ала мені жауып қойды, жала жабу істер қозғап. Содан 15 тәулікке осы шыққан бетіміз. Содан халқымызға, елімізге, жан-жақтағы белсенділерге осындай түсініктеме береміз. Сол туралы. Ол жиында біз өзі қазақ елі Қарағанды облысының қоғам белсенділері және жергілікті халық атынан жаңағы Қазақстан президенті Тоқаевқа талабымызды айтамыз дегенбіз. Мынау елімізде болып жатқан қаншама нелер болып отыр ғой енді, заңсыздықтар, соның барлығын отырып, соны халыққа жеткіземіз бе дегенбіз ғой. Соны жасатпай бізге қудалауға түстік. Соған міне өзіміз жаңаға есеп береміз деп жиналып отырған жайымыз бар. Енді мына жерде мен сол кездегі қойылатын талаптарымыз бар. Мынау бірінші мәселе бізде 93 жылғы бекітілген Қазақстан Республикасы Конституциясын алғашқы жобасын толықтай қайтару және халықтың араласуымен заңсыз өзгертуге қатал тыйым салынсын. Осы бірінші талабымыз. Екінші талап, Қазақстан өндірістік стратегиялық маңызды нысандары мен жер асты пайдалы кен орындарын шетел компаниялары мен жеке тұлғаларға сатылуы және жалға беруі тоқтатылсын, мемлекет меншігіне қайтарылсын. Үшінші, бұрынғы халыққа тиесілі егіндік, шабындық, жайылымдылық пен жер телімдерін жергілікті халыққа қайтарылсын. Ауылдық жер телімдері ешкімге, шетел азаматтарына, тіпті жергілікті тұрғындарға да жалға берілмесін. Осы уақытқа дейін шешім табылмай отырған қаңтар оқиғасына әділ баға беру мақсатында зерттеу комиссиясын қайта құрып, құрамын халық арасынан шыққан беделді өкілдермен жасақталсын. Нәтижеге қол жеткізуін талап етеміз. Барлық заңсыз сотталған және негізсіз қамауға алынған саяси тұтқындар босатылсын. Қазақстан Республикасы Евразиялық экономикалық одақтан, кедендік одақтан, Шанхай ынтымақтастық ұйымдастыру ұйымдарынан, ОДКБ ұлттық қауіпсіздік шарттық ұйымынан шықсын. Қазақстан Республикасының сайлау заңының орындалуын, қатаң бақылауын ұстауын талап етеміз. Қалалық, аудандық, ауыл деңгейде өтілетін сайлау халықтық бақылаумен өтілуі тиіс. Сайлау өтілуі тиіс. Қазақстан Республикасы болып
жатқан жайсыз жағдайда байланысты Қытай, Ресей шекаралары визасыз қатынауға тыйым салынсын. Шекара толықтай жабылуын талап етеміз. Осы мәселелерді біз сол жиында көтереміз дегенбіз. Бірақ бұл біздің құзыретті орган Қарағанды қаласының акимат тұрғылығынан бізге сондай кедергі жасап, сол жиынымызды өткізбеді. Сондықтан бұл Қазақстанда жылдан жылға осындай заңсыздық орын алып бара жатыр құзырлы органдардан. Әне бүгінгі күнде мәселеде бізде мен жаққанның өзінде де жаңағы заңсыз жауып қаншама заңдар бұзылып отыр. Енді анау менің өзі қаулымда жазылып тұр. Мені бір күн бұрын жапқаннан бұрын маған ешқандай сот үкімі болмай тұрып, бұлар бір күн ерте, бір күн жапқан күннен бастап жаңағы мені дұрыс қолдамаған. Бір күн бұрын қаулсыз жауып қояды мені. Оған да ешқандай түсініктеме берген жоқ. Одан кейін жаңа жала жапқан себебінің өзі менің телефонымнан, ұялы телефонымнан өздері кіріп, жаңағындай мен 488 баптың 488 статьяның 7 бабын бұзды деп митингке шақырды деп сондай жала жауып мені жиынды өткізбес үшін жауып тастады. Сондықтан сол жиын жан-жақтан да келіп жатқан азаматтардың барлығын қудалау салып, шыққандарды қалаларынан тоқтатып, сондай заңсыз әрекеттер жасады. Соған түсініктеме беріп отыр. Енді бұл әрі қарай жалғасады. Бұл көшпенді үшінші жиын міндетті түрде өтеді осы Қарағандыда. Енді оның күнін белгілейміз. Содан кейін хабарға тағы да шығып отырамыз әрқашан. Айтамыз ғой, түсіндіріп қайында қалай. Енді мына жерде мына қасымдағы жақтастарымды Қызылордадан келген, сол күні келген, ол Баймағамбетов Мұратбай, қоғам белсендісі. Бұл жігітті де сол күні келген күні, бұл жігіт бір күн бұрын ерте келеді, сол кезде бұл жігітті де жаңағындай заңсыз түрде жауып қояды. Сол кеше босап шыққан өзге бір сөз жаңағы. Ассалаумағалейкум қазақ елі, армысыздар, құрметті көрермендер. Кешегі Қарағанды көшпелі жиынның 3-ші кезеңі болатындығын, соған қонақ ретінде келіп, осы Қазақстан елінде болып жатқан заңсыз іс-әрекеттерді көтермеу ойымызда болған, талқылап және заңды түрде, яғни үйдің ішінде ол заңға ешқандай қайшы емес. Қазіргі таңда сол өзіміздің құқығымызды осы құзыретті органдар және атқарушы билігі арқылы, атқарушы биліктің бұйрығымен деп ойлаймын, және атқарушы билік қазір құзыретті органдар атқарушы билігі көзі қарап қалған, шалтаңдап. Яғни атап айтқанда қазіргі мемлекеттік қызметкерлер, яғни халықтың малайлары білген істеді. Және аяғымыздан шалып, қолымыз қайырып, заңсыз іс-әрекеттер болды. Алдағы уақытта өзім мен бұны тоқтатпаймын, күресем. Мен елінің заңын бұзған адамды заңмен орнына қалпына келтіремін деп ойлаймын. Өйткені осы еліміздің заңын қазір жаттап, біліп, оқып біраз адамдарды қудаланып отыр жұмыстан. Сол сияқты қазір кешегі таңда мені келіп жатып қонып шыққан қазіргі аталмыша қонақ үй қазір Қосыл дейді. Содан шыққан кезде бізге Қосылда төбелес болды деп бізге звонок түсті деп келді. Бірақ Аңсар деген полиция капитаны, Аңсар деген жігіт, солай енді заңсыз қолымызды қайырып алып кетті. Сөйтті де 667-нің әкім құқық бұзушылық 667-нің 1-мен 15 күнге жатты. Ол 15 күн
былай қарасаңыздар, заңды логикамен ойлайды. Енді қылмыстық кодекс бар бізде, әкімшілік кодекс бар. Қылмыстық кодексте әрине тәрбиелейді, ал әкімшілік кодексте адам қателесіп бірдеңе істесе, ары қарай қылмыс жасамау үшін 5 күн 10 күнге әртүрлі жабады. Ол жерде режим болмау керек. Өйткені әр үйдің отағасы бұл жерде отыр. Ал кешегі мен көргенде әкімшілік құқық бұзушылықта кәдімгі түрме қылған, екі есік, біреу сырттан қалың есік, ішіндегі 20-алық пруттан істелген решетка есік тұр. Кәдімгі түрмемен бірдей. Екінші жағынан сол жердің бастығы Бикен, полиция майоры Бикен Түшжанов деген бір, сол кісінің іс-әрекеті осы заңға сай емес. Жазған арыздарымызды жыртты, көрмедім, білмедім, сендер несіңдер деп, және сол жерде отқан адамдарды бір-біріне айдап салып отырды. Бұл өте өрескел заң бұзушылық, алдағы уақытта бұны да тексертемін деп отыр. Және қарасаңыз, сол жерде заң бұзушылық болғаннан кейін өз басым заңға сиынып отырып, өзім құқым бұзылып жатқаннан кейін, ата заңымызда көрсеткен конституциялық құқымыз бұзылғаннан кейін заңға сүйеніп арыз жазып аштық ұстаған. Осы аштығымды конституцияның 83-ші бабында көрсетілген заң қадағалаушы орган прокуратураны шақырмады. Және жазған арыздарымызды жыртып, өзінің құзыретін асырып барды. Оның бәрі видеода, сол өздерінің видеосында бар деп ойлаймын. Өйткені бәрі видеоның алдында тұрып тапсырамыз. Алда уақытта күресеміз. Және енді бұл жерде айта кетсек, құзырлы органдардың өте өрескел заң бұзуы. Бұл еліміздің заңын менсінбегені және Конституцияның 3-ші бабында көрсеткен бірден-бір мемлекетті бірден-бір бастау, халық дегенге мойынсұнбау, халықты құлдық санада қорқытып ұстаймын деген ойлары. Бірақ халық дана, халық биік, халық көрсетіп өзін келмеген. Жана міне Мұратбай айтқанына толықтыру, сол неде СП-ның ішіндегі спецприемниктағы 4 адам біз қамауда отырғандағы барлығымыздың арыздарымыз шықпаған, анда қалған біраз арыздар бар. Шықпаған, жыртылғаны бар, өзіне берген. Оның ішінде отырған Ерлан Кенешбаев қазір Семейдің азаматы. Сосын Қызылорданікі Руслан Төлеу. Сол жігіттердің жазған арыздары міне барлығы осында менің қолымда. Бұны енді мынау 2 күн бойы, жаңағы 3 күн бойы праздниктар күн, содан тапсыра алмадық. Мынаны енді осы міне понедельниктен бастап Мұратбай екеуміз барып осы бүкіл арыздарды барлығын тапсырып, осыған сұрақтарына барлығына жауап аламыз арызға. Сол қайырлы күн, құрметті елім менің. Тобындағы Қарағанды белсенді азаматтар тобындағы белсенділерге барлығына көріп отырған қауымға мен бір үлкен сәлем жолдаймын. Енді мен мына жердегі сондай бір келеңсіз жағдайлардың куәсі болып, басынан аяғына дейін мен бірге жүрдім. Қазақ айтпай ма, тектіден текті туады, тектілік тұқым болады. Шын тектілер халық үшін өлімге басын қияды, жақсы жаман деместен жанына жұртын жияды дейді. Бұл жерде біздің Қазақстанның күллі аймақтарынан текті деген, халқым деген, елім деген, баяғыдағы біздің Алаштың, Алаш арыстарының жолын қуған азаматтар деп қабылдаймын сіздерді, барлықтарыңызды. Сіздердің осы әрекеттеріңіздің бәріне жаным ашып, әже ретінде, ана ретінде өзім бірге жүрдім. Сот болған оңтүстік шығыстың және де Терешковада ма? Сіздерді соттаған қай еді? Неде административный ғой, әкімшілік мамандандырылған сотта болдым. Сондағы менің болған куәлігім, председатель дейді ғой, соттың төрағасының жүргізген сотының өзі ешқандай заңға
сай емес. Мен өзім жазып та қалдырдым оған, мынау өзіңіз председатель бола тұра, төрағасы бола тұра, мынандай заңсыздыққа неге жол бердіңіз дедім. Мысалы, мынау Бақытжанның сотының өткеніне тіпті ішім күйді. Қалай дейсіз ғой? Кіргізді, біз Бақытжанның жолдасы барды, мен бардым, тағы бір екі белсенді бардық, бізді куә ретінде алу керек ғой. Бұл жерде бірақ мәселе бар. Бақытжанның телефоны, яғни жаңағы бұзылып, соның атынан кіріп жаңағыдай үндеу жасайды. Ал енді сот деген соны тексермей ме? Ақ қараны білмей ме? Сосын барып адамды жаппай ма? Не деген сұмдық? 15 күн бір үйдің асыраушысы түрмеде жатып шығады. Міне мына азамат айтып отыр ғой, түрме, кәдімгі түрме. Мен екі рет сол балаларға бардым, тамақ апаруға қазақ халқы, қазақ азаматтары, белсенділер көмектесті. Мен оған өзіммен соны азаматтық парызым деп те санаймын. Мынау жанында жүрген азаматтар, сіздерге де көп рахмет, мінекей белсенділер отыр ғой. Енді бұл мәселені не деп айтуға болады? Күресіп, нағысыда біз соғыс ашамыз, қырамыз, жоямыз деген әңгіме мүлде болған емес. Бірақ қателігіміз сол, біз анау алыстан келген азаматтарды желкеден алып, қолын бұрап, түрмеге салу деген бір керемет қой. Бұл өте ұят, өте анайы осындай қылық болды. Соның ішінде мынау саясат бөліміне мен ренішім біреу. Неге ол саясат бөлімі осы кісілердің жағдайын білмеске, осы кісілермен неге сөйлесіп, әңгімелесіп, осы не істеп жатсыздар деген әңгіме болу керек қой. Жолдан аңдып, пойыздан түскендерді пойыздан, автобустан түскенде автобустан ұстап алып, соттап, ешқандай соттап анық-қанығына білмей, соттап жіберу деген үлкен қателік деп ойлаймын. Соның ішінде жаңағы желтоқсанда да тура осындай оқиға болған. Жаңа Аңсар деген азаматты айтып отыр ғой, бір үйдің бір баласы енді мысалы. Сол баланы осындай қылмысқа итеріп отырған, анау жоғарыда қалған басшылардан өзін ұят емес пе, осылар басшылары көріп естісе, мен сол кісілерге барып осыны айтар едім өздеріне. Сізде артымыздан аңдып, мешітке барсақ, мешітке барады, үйге барсақ, үйге барады, үйдің жанында аңдып, ақыры сол баланы жаңағы Семейдің азаматын жала жауып, соттап жатыр мінекей. Ол бала қиялданып, ана жерде неше түрлі жағдай болып жатыр деп естимін енді өз басым. Аштық жариялау деген ұят емес пе? Сонда біз сот болып жатқан жерде прокурор шақыршы деп сұрады мына азамат. Сол күні жоқ, прокуратурадан бірде-бір адам орнында болмады. Бұл не деген сөз? Тек қана бұл бассыздық деп қабылдаймын. Сондықтан ана жоғарыда отырған сот орындаушылары, сот дейміз бе, прокуратура дейміз бе, әркім өзінің жұмысын білу керек қой. Біз анау белсенділердің артына адам салып, соны соттату деген мақсат па? Қазақта не қалды өзі? Бәрі сотталды. Қазақстанда менің білуімше бүгінгі таңда сотталмаған адам жоқ. Кешелі жаңалықта 9 айлық 2 қабат әйел мұғалімде сотталып кеткен. Бұл қалай сонда? Үкімет басшылары, отырған депутаттар, сіздер неге қадағаламайсыздар? Неге халықтың жағдайы бұлай? Неге халық каспий ретпен тамақ алады? Бұл кісілердің, менің де осыған үлесім, сол мен көтерейін деген. Әлеуметтік жағдайымыз біздің неге төмен? Неге кедей тұрамыз? Менің подъездімде тұратын үйімде бүкіл қазақтың жас семьялары, жас балалардың барлығы квартиранттар. Неге бұлай? Қаншама үй салынып жатыр? Қарағанды. Әкім жолдас. Әкім мырза деп айта алмаймын, әкім жолдас деп айтамын. Мырза деген ол мырзалық жасап, халқына жақсылық жасайтын адамды мырза дейді. Қалалық, облыстық жаңағы біздің басшыларымыз осыны ескеріңіздер. Қаншама үй салып жатырса, кім үшін салынып жатыр? Бір-бір депутатта немесе бір-бір билік басындағы оларда да 30-40 квартира бар деген сенейін деп отырмын енді осы жолы. Ал мен енді бір жерде халықты сөйтіңдер, бүйтіңдер деуге шақырмаймын. Мен 45 жыл ұстаздық қызмет жасаған адамын. Әрмен қарай мен осы азаматтармен бірге боламын, жүремін. Әрбір азаматымыз осылай қолдаймын, қорғаймын. Мен анамын. Мен бүкіл мемлекетімізді жақсы дамыған мемлекеттердің қатарынан көргім келеді. Мен мынандай бейшара сорлық жағдайда көргім келмейді. Сондықтан да азаматтарды қолдаңыздар. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен Бегалиев Малик, Қарағанды тұрғыны. Белсенділік танытып жүрмін осы халық үшін, ел үшін. Мынау алда айтып кеткен әңгімелерді
естіп отырсыздар, осы көпшілік айтып жатыр. Мен қосарым, мынау жоғарыдағыларға бассыздық жасап жатыр бәрі, заңсыздық. Жүрген жеріміз бәрі заңсыз, атқарып жатқандардың бәрі заңсыз, қамап жатқандардың бәрі заңсыз болып тұр. Халқымыз аш, жалаңаш. Мен өзім базарда жұмыс жасаймын. Көп нәрсені көріп жүрмін өзім де. Ана келген сырттан келген кісілер көп сауда жасайтындар. Әсіресе тамақ жағынан. Тамақ, кафенің бәрі Азербайжандар. Олар Бакуден келген Азербайжандар, біздің халқым Қазақстанның Азербайжандар емес. Бакуден келгенде, олардың документ құжаттары қалай екенін білмеймін, бірақ бәрі ашық-шашық, таза емес. Сайын станцияне қарап отыр, көшеде бәрі, шашлықтың бәрі қойып қойған, ашық пирожки пісіріп қойған, сатып жатыр. Арендасы қымбат, солай еді, заңсыздық өте көп айта берсеңіз. Содан кейін мынау заңсыз қамалып жатқан азаматтарымызды шығару керек. Саяси тұтқындар өте көп. Қанша деп санады өзі? 30 асып кетті ма? Солай болды. Оның бәрін босату керек, қарау керек дұрыстап. Халқымызға айтар едім, кішкене белсенділікке араласыңыздар. Саясатпен араласпаса, кім саясатпен араласпаса, саясат онымен араласады. Кеше 5 бірдей сәби өртеніп кетті. Батыста деп жатыр. Ал сол сияқты қанша сәби өртену керек әлі. Оның бәрі, мен жаңа балаларға айтсам, осындай болады десем, ол әке-шешесінің салғырттығы дейді. Салғырттық емес ол. Салғырттық болса, жұмысы бар адам үйде қарап отыратын еді. Ал олар жұмыс жоқ. Жала жабысы оңай ғой. Біреудің үйін тазалап беріп, айлық батқан адамдар екен ол. Бала шағасын асырау керек қой. Әкелері кәдімгі шабашки дейді ғой, жұмыс. Кімнің жұмысы бар, соны жасап жүрген адамдар екен. Ол салғырттық емес негізі. Бәрі өкіметтің кінәлісі. Олар бала шағасын асыраймын деп жұмысқа кеткенде, есіктерін сыртынан құлтап кеткен, үйден замокат еткен, өрт шыққан. 5 бірде бала өліп кетті. Жас балалар, ол балалардың не кінәсі бар еді. Сондай еді, айта берсе өте көп. Сол менің ойым. Артымыздағы жастар оянса, кішкене саясатпен араласса, сондай. Соған шақырар едім мен. Осы жерде бір заңды айтып кетейін. Біздің 1995 жылы өзгерген ата заңымызда, яғни Конституцияның 1-ші бабында бүйтіп жазған. Қазақстан Республикасы өзін әлеуметтік мемлекет ретінде орнықты деген. Әлеуметтік дегеннен кейін, мемлекет ретінде орнықты дегеннен кейін, мемлекет мойнына алған. Кімдерді? Әлеуметтік жандарды. Оған кімдер жатады? Пенсияға шыққан кісі, зейнеткерлер, зейнеткер, және мүмкіндігі шектеулі жандар, көпбалалы аналар, жасөспірімдер. Мемлекет мойнына алған, бірақ қағаз жүзінде алып, іс жүзінде көрсетпей жатыр. Енді осы жерде айтсаңыз, 2019 жылда қатты шу шыққан, Астанада 5 фельдер өртеніп, одан бері қазір есептесең өте көп. Кеше ғана қысты күні депутат болған халық партиясының атынан сайланған Танашеваның өзі кеше қысты күні аягөзге барып 4 баланың өртенгенін көрсетті. Мына қазақ ел қашан оянасыздар? Ұрпағымыз өсіреміз бе, әлде өшіреміз бе? Осы ғана. Мемлекеттен талабымыз біз емес, өздеріңіздің қолмен жазған мына әлеуметтік мемлекетті мойындарыңызға алыңыздар. Рахмет. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бауырларым, мен Серікбай Қошанов, әскери зейнеткер, ардагер, өзім 90-шы Алматы 86 студент болғам. Сонадан бері өзім жаным, елім деп әскери ант беріп, елімді жерімді қорғайым деп, содан бері бүгінгі күнге шейін қазіргі көріп отырған сыртты жаудан қорғап жүрсем, қазағым айтады ғой, іштен шыққан жау жаман деп. Қанша елімізді қорғасақ та, ішіміздегі жауымыз бізді жаулап қазір құдалап жатыр. Аяғы 37 жыл, 32 жыл ашаршылықпен
бәрі қымбаттатып жатыр. 37 жыл қудалауға салып жатыр біздің жігіттерді. Енді кеп қалған атып та жатыр, қырып та жатыр, бәрін көріп жатсыздар бәрін. Сондықтан мен айтайын дегенім, біріншіден, өзім әскери адам болғаннан кейін, біздің ата заңымыз бар, конституция дейді. Оның бабында белгіленген билік сендер емес отырған жоғарыда. Билік халық деген. Сендер биліктің халықтың құлы болып, халыққа қызмет етулерің керек. Мен соған ант бергем, елімді жерімді қорғаймын деп. Зейнеткер болсам да осы күнге шейін біздің бауырларымыз, белсенділерімізбен, апайларымыз, бірге соңына дейін боламын. Жаным соңы кеткенше дейін. Қызметтегі азаматтарға айтамын, өздеріңіз дейін, менде де погон бар, менде де звездочка дейді ғой, погонымда бар. Жұлдызшаларым. Мен ант берген, ел үшін, жер үшін тұрам деп. Сондықтан сендердің берген анттарың елімді, жерімді қорғайын деп. Керісінше қорлап, заңсыз бұзып атқан біле тұра, ұрыларды кім екенін біле тұра, кімді қорғауға аласыңдар? Елді қорғаудың орнына. Сондықтан сендер барлықтарың деймін, бар ішінде азаматтар, намысы бар. Намыс қайда? Әділеттік қайда? Әділетсіздікте мін істеп отырған мыналардың жаңағы ата заңымызды бұзып, өздерінің анттарыңды бұзып, біле тұра мынада белсенді жігіттер, елім, жерім үшін сендердің, біз өзіміздің ғана болашағымыз, балаларымыз, немелер үшін емес, сіздерде де оның ішінде бар. Ертеңде сендер де осылай қаласыңдар сыртта. Сендер ойлайсыңдар ма сендер? Ертеңгі күнде ойлаңдар. Қазақта намысты бермеген. Сондықтан жігіттер ойланыңдар. Бүгінгі күн, ертеңгі сендердің бастарына. Сондықтан бірлесіп, біз халқымызды, болашағымызды, мына жер байлығын қорғап, халықтың болашағына, біздің балаларымызға қалсын деп, біз сол үшін міне шырылдап барлығы жүгірді, бүкіл халық, қазақ елі. Сондықтан барлықтарымыз бірлік бар жерде, тірлік бар дейді. Сондықтан бірлесіп, бәріміз жаңартайық. Жаңа деген орыстар айтады. Новое – это хорошо забытый старый дейді. Ол жаңа ешқашан жаңармайды. Сондықтан ескі ағашпен жаңа үй саламайсың. Сондықтан бәрі жаңартқанмен бүкіл біздің болашақ ақылды қаншама біздің балаларымыз, білімділердің барлығы өзіміздің жерімізде көтеріле алмай шетелге кетіп жатыр. Қаншама кім Илон Масктың командасында бар жан-жақтарда қандай ақылды, білімді жастарымыздың бәрі кетіп жатыр. Неге? Өйткені мына жерде оларды ешкім мүмкіншілік бермейді, ешкім көтермейді. Оларға білімді кері жоқ. Сондықтан білім күште дейді. Бірлікте дейді. Қай ұлт болсын, мына жерде бөлінбейміз. Орысың болсын, қазағың болсын, бәріміз біз қазақстандық осы жердің азаматымыз. Осы жеріміздің балаларымыздың болашағын бәрі. Біз әрқашан қонақшыл дейді. Сондықтан біз бірге бейбіт тұрғанбыз. Арамызға осындай бір-бірімізге шауып қойып, бір-бірімізден араңдатып, ондай жұмыстарды қою керек. Болашақты ойлау керек. Естіңдер жоғарыда отырғандар. Ойламаңдар. Сендер де біз сияқты. Халықтың құлымыз. Осылар үшін өлергенше қызмет істеу керек. Рахмет. Ал айтарым осы, мына жігіттерге рахмет. Ал бір-екі ауыз сөз айтайын дегенім, мына біздің жігіттер әрине Шымкенттен, Қызылордадан, Семейден, жан-жақтан, Алматыдан келген жігіттердің бәрін осындай істеген тірліктерін бұл дұрыс емес. Айтып отырмын ғой сендерге. Әділеттік керек. Әділетсіздікпен бүгінгі біреудің бұйрығын орындап, ертең қарабет болып қаласыңдар. Яғни сендер де біреудің баласыңдар. Мен кейде көрген кезде әкелерінде, апаларында, әжелерінде, аталарында кісілерді қудалап жүргенге ойлаймын, сенің әке-шешең жоқ па? Сенде ертең өзіңде балаларың өседі, сенде сондай боласың ғой. Ят деген, намыс деген, ар намыс деген болу керек. Сондықтан жігіттер, бірге бәріміз болашақты ойлайық. Мен айтарым осы. Көшпен жиынның 3-ші отырысын обязательно жасауымыз керек. Өйткені
міндетті түрде. міндетті ойласып түрде келмеу бар. өйткені бұл басы басталғаннан кейін бұл қаншама бізде ойларымыз бар, пікірлеріміз бар. Бір жағынан бізде мынау қазір келген өзі қол тиген азаматтар келді. Негізі бізде Қарағандыда біраз азаматтар бар, белсенді топ. Сондықтан сол азаматтар барлығымыз қайтадан жиналып, сол жан-жақты қайтадан шақырып, қайтадан осы үшінші көшпен жиынды өткіземіз. Енді оның уақытысын белгілейміз, я өз арамызда келісеміз. Иә. Содан кейін егер мынау билік тарапына айтатынымыз, егер де бізде Қазақстан мемлекетінде барлығы жайлы, бәрі дұрыс, бәрі заңды жасалып жатса, біздің мына жерде қазіргі отырысымыз болмайтын еді. Біз бүйтіп отырмайтын едік. Егер де бәрі дұрыс болып, мынау әлеуметтік жағдай біріншіден, сосын мынау қудалау болып жатыр әр жерлерде, әр өңірде қудалау барлықтарын. Белсенді өзінің ашық ойын айтам дегендердің барлығын қудалап, дұрыс заңды жасап жатқан азаматтардың барлығын қамап, керісінше заңды таптап жүрген, белшесінен таптап жүрген азаматтар, олар ешқашан жабылып жатқан жоқ. Олар жоғарылап, лауазымдары көтеріліп, сондай тірліктер, сондайлар жасалып жатыр. Сондықтан егерде осының бәрі түзелетін болса, онда белсенділердің де қажет не? Бәрі дұрысталса елімізде. Экономикамыз анау, жеріміз сатылып жатыр. Шекара ашық. Байлықтың бәрін кетіп жатыр. Оны қазақ ол байлықтан бір пайда көріп жатқан жоқ ешқандай. Бұл негізі мынау арабтарда айтады ғой, сол бір несімен бүкіл халқын асырап, бүкіліне туған балаларына шейін несін дивидендін жаңағы ресурстан беріп, жаңағындай нелерін қамтамасыз етіп қояды. Болашағын. Бізде қаншама жаңғыз бір ниетте емес, бізде бүкіл таблица менделеуі, сонымен біз 20 миллион халқымызды асырай алмай тұр. Бұған енді логика ғой, бұған енді қалай енді бишара күйдеміз. Бишара күйдеміз. Қалай осыны ойламайды, қалай халқын ойламайды. Егер де жаңағындай Қытай сияқты 1,5 миллиард болсақ, я болмаса Индия болсақ, жарайды жетпейді десек, ешкім де үндемейтін еді. Расында да мемлекет тырысып жатыр ғой, істеп жатыр ғой, өздері бір жағына шығарар деп сөйтіп отыратын едік қой. Осының барлығы заңсыздық, осындай күйге түсіргеннен кейін барып біз қазір шығып жатқан себебіміз осы. Енді бұл жаңа жиынымыз әрі қарай жалғасады. Жаңаға азаматтар барлығы келеміз дегендерге кейін хабарды береміз. Сол үшін осы ұйымдастырылған топ жиналғанбыз, қарағандылықтар. Евгений Евгений Молчанов, житель города Караганды, гражданин Республики Казахстан, еще по совместительству, если так можно выразиться, международный журналист. Я видел на своем веку, за свои годы много задержаний, много репрессий в отношении активистов и вообще простых жителей, абсолютно невиновных ни в чем. Видел и слышал. И хотелось бы возмутиться вот то, что произошло на днях, на Медни. То, что люди, объединенные одной общей целью, благородные, которые абсолютно ничего плохого этому государству не желали, только добра, только развития дальнейшего, как они видят, с благой целью, объединенные общей идеей, собрались, решили собраться. И тут произошел этот полицейский беспредел. Людей хватали, без объяснения причины доставляли в пункты полиции, я слышал, на Терешкова, и вообще соцсети невозможно было читать вот в тот день. Ну, конечно,
вопиющий факт нарушения, абсолютная несвобода. Власть расписалась в то, что это полицейское государство, не соблюдаются никакие статьи Конституции, ни вообще закона, ни закона о полиции. Людей хватали без объяснения, без представления, то, что как по закону о статье о полиции. Потом, Казахстан в целом, да и Караганда в частности, всегда славились своим гостеприимством. И даже военные в годы репрессий здесь всегда встречали людей и ничего плохого им не желали. Всегда добра, всегда полный дастархан. Тут иногородних людей, высоких гостей, без объяснения причины, хватали с поезда, я слышал, и назад. Чуть ли не пинками. Ну что это за позор? Беспредел, да. За позор вообще людей, докторов наук, кандидатов, активистов, патриотов. Ну, я не знаю, мне кажется, власть вот в этом случае расписалась в собственной беспомощности. Это беспомощность на самом деле. Да. Это страх, дикий страх. Она видит конкурента, поэтому так реагирует. Да, среди активистов тоже профессора, кандидаты наук, заслуженные люди. Вот я высказал, Есть, да, среди активистов, правильно говоришь. свое Таких уважаемых людей. возмущение вот высказал. Тут до меня, я думаю, сказано много было. Да. И в том числе от этого, но вот заострить свое внимание на то, что прогнозы дело неблагодарное, конечно, но не дай бог, вот дальше будет еще хуже. Потому что меня, международного журналиста, хватали и сажали на 15 суток, что кандидатов наук, что докторов наук, Жасарала Куанышалина, покойного, не дай бог, депутат, сенатор, при всех его заслугах толкали, пинали. Аксакала да многих. Да. Господи, что тут? Это вообще Полицейское государство, беспредел. Большая тюрьма. Как вот говорят, тюрьма народов это Россия. Родиться в России, родиться в тюрьме. Родиться в тюрьме это значит в рифму. Догадались. То же самое можно и о Казахстане сказать. Конечно, Караганда это депрессивный регион. Тут уголь, шахты, грязь, тюрьмы одни на каждом шагу, карлаг, смерть людей, кровь. Ну, давно же пора избавляться от этого. Ну, политики наши, граждане, полицейские. Ну, что это такое? Вот. Сейчас. У кого что еще? иә ал енді сол қорытындысы енді жаңағы үшінші көшпенді жиынымызды таяу арада жариялаймыз. Сосын мынау қолаңсыздық жағдай болғанға кешірім сұраймыз қарағандылықтар, жан жақтағы біздің белсенді азаматтардан. Әрі қарай мынау алдымызға қойған мақсатымызға жетуімізге, жаңағы мына билікке қойып жатқан талабымызды бәрін жеткізіп, жаңағы естіртіп, барлығын жеткізуімізге барлығымыз атсалысамыз. Рахмет.